Эстер, бірінші тарау. Бұл оқиға Ахасуэр патшаның заманында болды. Ол Үндістаннан бастап Құш еліне дейін ұласқан 127 аймаққа патшалық құрды. Сол кездері Ахасуэр Сузы қорғандарындағы сарайының тағында отырып билік жүргізді. Патшалық құрған 3-ші жылы Ахасуэр қарамағындағы барлық әміршілері мен қызметкерлеріне арнап той жасады. Тойға Персия мен Мидияның әскербасылары, әрі аймақтардың ақсүйектері мен әміршілері жиналды. Патша ұзақ уақыт, толық 180 күн бойы патшалығының ағыл-тегіл байлығын, әрі өзінің салтанатты ұлылығының қаншалықты тамаша екендігін көрсетумен болды. Осы күндер өткен соң, патша енді Сузы қорғандарындағы жасы бар, кәрісі бар бүкіл халыққа да арнап 7 күндік той жасады. Той патша сарайының саябағындағы аулада өтті. Сол орын ақ және көк түсті бәтестен тігілген перделермен безендірілген болатын. Олар мәрмәр бағаналарға тағылған күміс шығыршықтарға ақ бәтес және қырмызы түсті жіптермен байланған еді. Қызыл және ақ мәрмәр, маржан, әрі түрлі түсті асыл тастардан төселген еденге алтын, күміс түсті қамқамен қапталған жастықтар қойылған болатын. Патшаның жомарттығына сай молынан әкелінген шарап алуан түрлі үлгідегі алтын ыдыстарға құйылып беріліп отырды. Патшаның әмірімен әр қонақ еш мәжбүрленбей, қалай ішкісі келсе, солай іше алды. Себебі патша шарап тасушыларға әркімге қалғанын алып келуді бұйырған болатын. Астин патшайым да әйелдерге арнап Ахасуэрдің патшалық сарайында той жасады. 7-ші күні шарапқа қызыңырап қалған патша қасындағы 7 сарай қызметкерін өзіне шақырып алды. Олардың есімдері Мехуман, Биста, Харбона, Бикта, Абақта, Зетар, Қарқас болатын. Патша оларға: Астин патшайымды басына тәжін кигізіп, алдыма алып келіңдер деп бұйырды. Патша халыққа және лауазымды адамдарға патшайымның сұлулығын көрсетпек болды. Өйткені ол аса көрікті әйел болатын. Алайда Астин патшайым патшаның сарай қызметкерлері арқылы жіберген бұйрығын орындаудан бас тартты. Бұған патша қатты ашуланып, бойында қаһары лаулады. Содан патша елдің тарихынан хабардар данышпан кеңесшілерімен ақылдасты. Өйткені оның заңдар мен әділетті білетін күллі адамдарымен ақылдасатын әдеті бар еді. Сол кезде патшаға парсы және мидиялық мына 7 қызметкері жақын жүретін: Қаршена, Шетар, Адмата, Тарсис, Мерес, Марсена, Мемухан. Олар патшаның алдына келе алатын. Бүкіл патшалықта сол 7-дің мәртебесі жоғары болды. Патша оларға мына сауалды қойды: заң бойынша Астин патшайымға қандай шара қолданған жөн? Өйткені ол патшаның сарай қызметкерлері арқылы жіберген бұйрығын орындаған жоқ. Сонда Мемухан патша мен әміршілердің алдында шығып былай деді: Астин патшайым, патша ағзамға да, өзіңізге қарайтын барша аймақтардағы күллі әміршілер мен бүкіл халықтарға да зұлымдық жасады. Себебі патшайымның осы қылығы жайлы басқа барлық әйелдердің құлақтарына жетпек. Сонда олар: Ахасуэр патша Астин патшайымды өз алдына әкелуді бұйырғанда, ол келмей қойды деп өз қожайындарын менсінбей кететін болады. Бүгін-ақ Персия мен Мидиядағы текті әйелдер патшайымның осы істегені туралы естіп, патшаның күллі әміршілеріне де дәл солай демек. Содан менсінбеу мен қаһарлану кең етек жаймақ. Патша ағзам мақұл көрсе, патшалық жарлық шығарылсын. Жарлық парсылар мен мидиялықтардың өзгертуге болмайтын заңдарына тіркеліп қосылсын. Онда Астиннің бұдан бұлай Ахасуэр патшаның алдына келуіне болмайды деп жазылсын. Ал патша одан гөрі лайықты басқа бір патшайымды таңдап алсын. Сонымен патша ағзамның осы жарлығы
оның бүкіл ұланғайыр патшалығы бойынша жарияланғанда, әйелдердің барлығы жоғарғысынан бастап төменгісіне дейін өз қожайындарына құрмет көрсететін болады. Осы ұсынысты патша да, әміршілер де жөн көрді. Патша Мемуханның ұсынғаны бойынша істеп, патшалықтың барлық аймақтарына, әр аймаққа өз әліппесі мен өз тілінде мына жарлықты жібертті: әрбір ер адам өз үйінде билік жүргізіп, өз халқының ана тілінде сөйлейтін болсын. Естер 2 тарау. Кейінірек ашуы басылғанда, Ахасуэр патша Астенді, оның не істегенін және оған қарсы шығарылған жарлықты есіне алды. Сонда патшаның жеке қызметкерлері мынадай ұсыныс жасады: патша ағзамға арнап, сұлу да пәк қыздарға іздеу салынсын. Патша ағзам барлық аймақтарда арнаулы басқарушыларын тағайындап бекіте көрсін. Олар сол сұлу да пәк қыздарды Сузы қорғанына әкелсін. Қыздар патшаның әйелдердің үстінен қарайтын сарай қызметкері Хигайдың қарамағындағы харемге жиналсын. Қыздар әрленуге арналған заттардың барлығымен қамтамасыз етілсін. Сосын арулардың ішінен патшаға ұнаған қыз Астеннің орнына патшайым болсын. Патша бұл ұсынысты мақұл көріп жүзеге асыртты. Сузы қорғанында Мардохай есімді Яхуди ер адам тұратын. Мардохай Буньямин руынан шыққан Жайырдың ұлы Шемейдің әрі Қиштың ұрпағы болады. Кезінде Бабыл патшасы Набухаданасор Иерусалимді жаулап алып, Яхуда патшасы Ихонияхпен бірге жер аударып әкеткен халықтың арасында Мардохайдың отбасы да бар болған еді. Мардохайдың қолында оның бір ағасының Хадаса есімді қызы болды. Хадаса Естер жұлдыз деп те аталатын. Қыздың дене бітімі сымбатты, бет әлпеті өте сұлу еді. Әке-шешесі қайтыс болғаннан кейін Мардохай оны өз қызындай тәрбиелеп өсірді. Патшаның әмірі жарияланғанда Естер де көптеген басқа қыздармен бірге Сузы қорғанындағы патша сарайына әкелініп, харемнің бастығы Хигайдың қарамағына тапсырылды. Естер Хигайға ұнап, оның мейіріміне бөленді. Хигай қызды әрленуге арналған исмайлармен және арнайы тағамдармен дереу қамтамасыз етті. Ол сондай-ақ Естерге патша сарайынан таңдалған 7 қызметші қызды қосып беріп, оларды патшаның харемдегі ең жақсы орынға көшіріп орналастырды. Естер өз ұлты мен ата тегі жайлы ешкімге тіс жармады. Себебі Мардохай оған солай істеуге тыйым салған еді. Мардохай Естердің хал жағдайын және оған не болып жатқанын білу үшін күн сайын харемнің ауласының маңайында әрлі-берлі жүретін. Әрбір қыз Ахасуэр патшаның алдына бару кезегі келмес бұрын әйелдерге арналған 12 айлық әрлену мерзімінен өтетін. Сол мерзім 6 ай бойы мүр майымен сылану, келесі 6 ай бойы иіс сулармен әрлендіретін исмайларды жағу кезеңдерінен тұратын. Қыздың патшаның алдына баратын уақыты келгенде, харемнен патша сарайына алып кеткісі келген нәрселерінің бәрі де оған берілетін. Қыз патшаға кешке келетін де таңертең екінші харемге апарылатын. Сол жерде ол патшаның канизактарының үстінен қарайтын сарай қызметкері Шағаш қаздың қарамағында болатын. Патша оны ұнатып, атын атап өзіне қайта шақырмаса, ол бұдан былай патшаға қайтып әкелінбейтін. Естер Мардохайдың ағасы Әбихайлдың қызы еді. Мардохай оны асырап алған болатын. Енді Естердің патшаның алдына баратын кезегі келгенде, ол патша харемінің үстінен қарайтын сарай қызметкері Хигайдың ақыл кеңесіне мойынсынды. Осылай Естер өзімен бірге алып кетуге оның ұсынған нәрселерінен басқа ештеңені сұраған жоқ. Ал Естерді көргеннің бәрі оған риза болды. Естер
Ахасуэр патша билік құрған 7-ші жылдың 10-шы, яғни Тебет айында патша сарайына апарылды. Патша басқа барлық қыздардан гөрі Естерді қатты ұнатты. Оған өзгелерге қарағанда көбірек риза болып, сүйсінгені сонша басына патшалық тәж кигізіп, оны Астеннің орнына патшайым етті. Содан патша барлық әміршілері мен қызметкерлеріне арнап үлкен қонағасы беріп, Естердің тойын жасады. Ол сондай-ақ аймақтарға демалыс күнін жариялатып, патшалық жомарттықпен сыйлықтар үлестірді. Қыздар екінші харемге әкелініп жиналған кезде Мардохай патша сарайының қақпасында қызмет ететін болды. Естер өзінің ата тегі мен ұлтын Мардохайдың ескертуімен бұдан былай да ешкімге ашпады. Ол бұрын Мардохайдың қолында тұрған кезінде де оның айтқанын екі етпейтін. Мардохай патша қақпасында қызмет етіп жүрген сол күндердің бірінде кіреберісті күзететін екі сарай қызметкері бірдеңеге патшаға өкпелеп ашуланып қалды. Олардың есімдері Бектана және Тареш болатын. Содан екеуі Ахасуэр патшаның көзін құртуды ойластырды. Осы туралы Мардохай біліп қойып, оны Естер патшайымға хабарлады. Ал Естер бұл жайтты Мардохайдың атынан патшаның өзіне жеткізді. Істің мән-жайы тексерілгенде расталып, екі қылмыскер дарға асылды. Бүкіл оқиға туралы баяндама патшаның көз алдында ресми жылнама кітабына жазылып енгізілді. Естер, 3-ші тарау. Осы оқиғалардан кейін Ахасуэр патша Агагтың ұрпағы Амадат ұлы Хаманды көтеріп, дәрежесін өсірді. Патша Хаманның лауазымын өзінің қасындағы күллі әміршілерден де жоғарылатты. Патшаның сарай қақпасындағы қызметкерлерінің барлығы Хаманға жерге дейін иіліп сәлем беретін. Себебі патша солай әмір еткен болатын. Бірақ Мардохай Хаманға иіліп сәлем берген жоқ. Патшаның сарай қақпасындағы қызметкерлері Мардохайға патшаның бұйрығын неге бұзасың деген сұрақ қойды. Олар бұны күн сайын ескерте берсе де, ол тыңдаған жоқ. Қызметкерлер Мардохай өзінің айтқан сөзінен бас тартар ма екен деп оны сынамақ болып, бұл туралы Хаманға хабар жеткізді. Ал Мардохай өзінің Яхуди екенін оларға білдірген болатын. Хаман Мардохайдың өзіне иіліп сәлем беруден бас тартқанын естігенде ашуға булықты. Бірақ Мардохайдың өзін ғана құрту оған аз болып көрінді. Өйткені оның қай ұлтқа жататынын біліп алған соң, Хаман Мардохайдың ұлттастары, Яхудилердің бәрінде Ахасуэрдің бүкіл патшалығы бойынша жаппай жойып жіберуді ойластырды. Осылайша Ахасуэр патшаның билік еткен 12-ші жылының 1-ші, яғни Нисан айында мұны іске асырудың тиімді күні мен айын анықтау үшін Хаманның алдында Пур, демек жеребе тасталды. Жеребе 12-ші айдың, яғни Адар айының 13-ші күніне түсті. Содан Хаман Ахасуэр патшаға былай деп ұсыныс жасады. Сіздің патшалығыңыздың күллі аймақтарындағы өзге халықтардың арасына шашырап кеткен, бірақ солармен араласпайтын бір ұлт бар. Бұл ұлттың әдет-ғұрыптары барлық басқалардыкінен өзгеше. Олар патшаның заңдарын да орындамайды. Оларды осылай қалдыра беру патша ағзамның мүддесіне қарсы. Егер патша ағзам мақұл көрсе, оларды құрту жайлы жарлық шығарылсын. Сонда мен басқарушы уәзірлердің қолдарына патшаның қазынасына салу үшін 10 000 ат басындай күмісті өлшеп табыстаймын. Патша саусағындағы мөр басатын жүзігін шешіп алып, оны Адамат ұлы Хаманға берді. Хаман Амалектік Агагтың ұрпағы әрі Яхудилердің қас жауы болатын. Патша Хаманға сол күмісті де, сол ұлтты да қолыңа тапсырамын. Оларға өзің мақұл көргеніңді істе деді. Осылайша 1-ші айдың 13-ші күні
патшаның хатшылары шақырылды. Олар Хаманның айтқан жарлығын патшаның өлке әміршілеріне, барша аймақтардың үстінен қарайтын әкімдерге және әрбір халықтың басшыларына арнап өздерінің әліппелерімен әрі ұлттық тілдерінде аударып жазып берді. Жарлықтың көшірмелері Ахасуэр патшаның атынан жазылып, оның жүзік мөрімен бекітілді. Сол хаттар шабармандар арқылы патшалықтың күллі аймақтарына жіберілді. Онда 12-ші айдың, демек Адар айының 13-ші күні, сол бір күннің ішінде барлық яһудилерді, жасы мен кәрісін, әйелі мен бала шағасын құртып жоқ қылуға, ал қалған мал мүлкін олжалауға бұйрық берілді. Жарлықтың көшірмелері әрбір аймақта заң ретінде шығарылып, күллі ұлттардың адамдарына сол күнге дайын болсын деп паш етілуге тиіс болды. Шабармандар патшаның бұйрығымен тез аттанып кетті. Жарлық Сузы қорғандарында да жарияланды. Патша мен Хаман шарап ішуге отырды, ал Сузы қаласының халқы не болғанын түсінбей абыржыды. Естер 4-ші тарау. Мардохай болған оқиға туралы толық білгенде қатты қайғырып, киімдерінің өңірін айыра жыртты. Сонда ол азалы киім киіп, басына күл шашып, дауыстап жылап қаланың ортасына барды. Мардохай патша сарайының қақпасының алдына дейін ғана келе алды. Өйткені азалы киім киіп, сарай қақпасына кіруге тыйым салынған болатын. Патшаның шығарған жарлығы жеткен аймақтардың барлығындағы яһудилер де ораза ұстап, еңіреп жылаумен болды. Олардың көбі азалы киім киіп, күл үстінде отырды. Естер өзінің қызметші қыздары мен сарай қызметкерлері келіп, Мардохай туралы айтып бергенде, ол да қатты алаңдап қорықты. Естер Мардохайға азалы киімін шешіп, ауыстырып киюге жай киімдер жіберді. Бірақ Мардохай оларды қабылдамады. Сонда Естер Хатақты шақырып алып, Мардохайдан не болғанын сұрап біліп келуге жіберді. Хатах патшаның Естерге қызмет етуге тағайындаған сарай қызметкерлерінің бірі еді. Хатах патша қақпасынан шығып, оның алдындағы ашық алаңдағы Мардохайға барды. Мардохай Хатаққа өзімен болған бүкіл жайтты, әрі Хаманның яһудилерді құрту үшін патшаның қазынасына төлеймін деген күмісінің дәл мөлшерінде айтып берді. Мардохай сондай-ақ яһудилерді құрту жайлы Сузыда шығарылған жарлықтың бір көшірмесін Хатаққа беріп, одан соны Естерге көрсетіп, түсіндіруін сұрады. Естер патшаның алдына барып, өз халқы үшін мейірім сұрауы керек деп те тапсырды. Қызметкер Хатақ қайта оралып, Мардохайдың айтқанының бәрін Естерге жеткізді. Сонда Естер Хатақтан Мардохайға былай деген жауабын жіберді. Патшаның барлық қызметкерлері және оның аймақтарының халқы мынаны біледі. Егер кімде-кім, әйел болсын, ер адам болсын, патшаның шақыруынсыз ішкі аулаға кіріп келетін болса, оған бірақ заң қолданылады. Сол кісі өлтіріледі. Егер патша алтын аса таяғын сол адамға қарай созса ғана, ол тірі қалады. Ал өзімнің патшаның қасына шақырылмағаныма 30 күн болды. Естердің осы айтқаны Мардохайға жеткенде, ол Естерге былай деп жауап қайтарды. Патшаның сарайында тұрып, яһудилердің арасынан жеке басым аман қалармын деп ойлама. Себебі, егер осы уақытта үндемей қалатын болсаң, яһудилерге көмек пен құтқарылу басқа жақтан келмек, ал сенің өзің мен әкеңнің әулеті құрыйсыңдар. Мүмкін патшайым болу құрметіне дәл осындай уақыт ішінде қол жеткізген шығарсың. Соны кім біледі? Естер Мардохайға мына жауабын жолдады. Онда Сузыдағы барлық яһудилерді жинап, мен үшін ораза ұстаңыздар. 3 күн,
3 түн бойы ішіп жемеңіздер. Мен де қызметші қыздарымен бірге сіздер сияқты ораза ұстаймын. Содан соң мұным заңсыз болса да патшаның алдына барамын. Егер өлуге тиіс болсам, өлейін. Мардохай барып, бәрін Естердің тапсырғанындай істеді. Естер, 5-ші тарау. 3-ші күні Естер патшалық киімін киіп, патша сарайының ішкі ауласына, патша отыратын кең бөлменің алдына келіп тұрды. Патша сондағы өз тағында кіреберіске қарама-қарсы төрде отырған еді. Аулада тұрған Естер патшайымды көре салысымен, патша оның келгеніне риза болып, қолындағы алтын аса таяғын оған қарай созды. Естер патшаға жақындап келді де, аса таяқтың ұшына қолын тигізді. Патша оған тіл қатып былай деді: «Саған не керек, Естер патшайым? Қандай өтінішің бар? Патшалықтың жартысы болса да саған беріледі». Естер: «Егер патша ағзам мақұл көрсе, бүгін Хаманды ертіп өзіне арналып дайындалған қонақасына келсе екен», деп жауап берді. Патша Естердің өтінішін орындау үшін Хаманды дереу осында жеткізіңдер деп бұйырды. Соған патша мен Хаман Естердің дайындаған қонақасына барды. Олар шарап ішіп отырғанда, патша Естерге сауал қойып: «Тілегің қандай? Ол орындалады. Қандай өтінішің бар? Патшалықтың жартысы болса да саған беріледі», деді. Естер былай деп жауап берді: «Менің тілегім мен өтінішім мынау. Егер маған патша ағзамның мейірімі түсіп, тілегімді беріп, өтінішімді орындауды мақұл көрсе, патшам Хаманды ертіп, мен ертең оларға дайындайтын қонақасына келсе екен, патша ағзамның қойған сұрағына жауабымды сонда беремін». Хаман сол күнді қонақасынан мәз болып, көтеріңкі көңілмен шықты. Алайда патша сарайының қақпасында Марходайдың не орнынан тұрып құрмет көрсетпегенін, не қорқынышта танытпағанын байқағанда, Хаманды қаһар кернеді. Әйтсе де, Хаман өзін-өзі ұстап үйіне барды. Сонда достары мен әйелі Зерешті шақырып алды. Оларға өзінің байлығының қандай ауқымды, әрі ұлдарының сонша көп екенін айтып бөсті. Хаман сондай-ақ өзінің дәрежесін өсірген патшаның бүкіл әрекеттерін де, өзін басқа әміршілер мен қызметкерлерден қалай жоғарылатқанын да атап мақтанды. Мұнан кейін Хаман тіпті Естер патшайымды өзі дайындаған қонақасына патшамен бірге жалғыз мені шақырды. Ертеңгі қонақасына да ол патшамен бірге тек мені ғана шақырды. Алайда мен Яхуди Марходайдың сарай қақпасының маңында отырғанын әлі де көргенде, соның бәріне көңілім толмайды, деп жүрек сырын ақтарды. Әйелі Зереш пен барлық достары Хаманға: «Онда биіктігі 50 шынтақ дар ағашын құрғызыңыз. Таңертең патшадан Марходайды дарға асуды сұраңыз. Содан соң қуана патшамен бірге тойға бара бересіз», деп ұсынды. Бұл ұсыныс Хаманға ұнап, ол дар ағашын дайындатқызып қойды.